Сәлем, қалайсыздар? Сіздерге тағы бір қайталап айтып кетейін. Taobao мен 1688 сайтына кіріп заказ беру үшін ең алдымен Alipay'ге кіріп верификация өтеміз. Содан соң Alipay'ге пароль орнатамыз. Содан кейін Alipay'дің ішінен төлем паролін жасап қоямыз. Осының бәрін алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымыз Alipay'ге банк картасын енгізу. Егер алдыңғы сабақтарды көрмеген болсаңыз, менің каналыма өтіп қарасаңыз болады. Каналға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар, каналды жоғалтып алмас үшін. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайтын боламыз. Alipay'ге банк картасын енгізу. Alipay'ге кірген кезде мына астындағы ми бөліміне өтеміз. Одан кейін мына банк картасы дегенге кіріп, банк картамызды тіркейтін боламыз. Осы жерде мына Add New Bank Card деген көк батырманы басамыз. Енді осы жерге банк карточкамыздың 16 санын жазамыз. Ал енді мына жерге карточкаларымыздың полный данныйын толтырамыз. Дәл картадағыдай қылып жазамыз. Бірінші жерге аты жөнімізді, екінші жерге картаның срогын жазамыз, картаның біту уақытын жазамыз. Одан кейін мына жерге картаның артындағы 3 санды кодты жазамыз. Одан кейін мына жерге действующий почталарыңызды жазып қоясыздар. Егер блокқа түсіп новыйдан ашып жатсаңыздар, онда жаңадан почта жасасыздар. Басқа почта. Мінеки почтамызды жаздық. Одан кейін мына астында адрес керек емес. Осы жерде Next Step деген көк батырманы басамыз. Next Step дегенді басқаннан кейін мінеки покупка 0 деп SMS келеді. Осы жерде жоғарыда Done'ды басып сақтайсыздар карточкаңызды. Осы жерден шығып бір обновить етеміз. Мына банк картасына кіреміз. Кірген кезде осы жерде банк карталарыңыз сақталып тұрады. Осымен Alipay'ге банк картамызды тіркеп болдық. Алдыңғы сабағымызбен осы сабағымызда Alipay'ды полный бітірдік. Ал енді келесі сабағымызда Taobao мен 1688 сайтына блоксыз кіретін боламыз. Жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін колокольчик басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ ұнаса, видеоға лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар.